Бүгінгі кейіпкеріміз Нұркежанов Дамир Мұратұлы. Future IT робототехника мектебінің негізін қалаушысы әрі жетекшісі. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің қабырғасында ақпараттық жүйелер мамандығын тамамдаған. Алған білімін өмірлік жолында жаңа бастамалармен байланыстыра білген Дамир көптеген байқаулардың жеңімпазы. Сонымен қатар 2020 жылы өткен Америка құрама штаттарының халықаралық даму жөніндегі агенттігі және Еуразия қоры бірлесіп ұйымдастырған жас көшбасшылар байқауының жүлдегері. Алдағы уақытта еңбекқорлығы мен мамандыққа деген қызығушылығының арқасында жас көшбасшының алар асулары көп екендігіне сенімдіміз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Де-факто FM эфирінде сыр сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Қасмұханов Ернат. Және бүгін бізде қонақта Future IT робототехника мектебінің негізін қалаушысы әрі жетекшісі Дамир Мұратұлы. Дамир, студиямызға қош келдіңіз. Барлықтарыңызға сәлем, шақырғандарыңызға көп рахмет. Future IT робототехника мектебің туралы айта кетсең. Негізі бәрі бала күнімізден басталған. Сонда бала кездегі арман ғой, Бала кездегі арманым, яғни жас кезімнен бастап бала күнінен жаңағы DVD-дегі барлық техникалар бар ғой, жаңағы сағаттар, DVD, компьютер, соның бәрінің ішін ашып көргім келіп, ол қалай жұмыс істейді, соның бәрін білгім келіп жүретін. Сонымен қатар менің ең маған қатты ұнайтын ойыншықтар бұл конструкторлар болатын. Яғни конструкторлардың детальдарын жинап алып, маған бір набор конструктор жетпейтін. Жаңағы 2-3 жинағын бірден жинап алып, үлкен жаңағы машинкалар, роботтар жасайтын. Бір жағынан жаңағы техникаға қызығушылығым бар, сонымен қатар жаңағы конструктор бар, екеуін қосқанда робототехника шығады екен да, содан басталды. Заман талабына сай робототехника болып тұр ғой. Иә. Мектеп қай кезде ашылды? Мектебіміз 2 жыл бұрын ашылды осыдан. 2018 жылы. 2018 желтоқсан айында. Желтоқсан айында. Сіздің мектебіңізде қанша жастан бастап бала қабылданады және қанша жасқа дейін шектеулер бар ма? Біз мектебімізге 5 жастан бастап қабылдаймыз. Яғни 5-8 жас аралығындағы балалар бір программа бойынша, яғни олар жас ерекшеліктеріне қарай, жас ерекшеліктеріне қарай белгілі бір учебный план дейміз ғой, сол план бойынша жұмыс жасайды. Оқыту жоспары бойынша, 5-8 жас аралығындағы балалар бір бөлек, 8-ден 12 жас аралығындағы балалар легомен жұмыс жасайды, одан жоғары балалар Arduino деген платформада жұмыс жасайды. Сонымен қатар мұғалімдерге арналған курстарымыз да бар. Дамир, сіздің мектебіңіз карантин кезінде 300-ге жуық баланы тегін оқытты деген ақпарат бар екен, сол қаншалықты рас? 300-ге жуық адам бізге заявка қалдырды, курстарды аламыз деп. Тегін курс болды, бұл программалау курстар болатын, бұл 20 сабақтан тұратын. Соларды 300 адамға таратып бердік. Нәтиже жаман емес, барлығын көңілден шықты. Сіздің оқушыларыңыз өз қиялдарына ерік беріп, сондай роботтарды құрай ма, әлде сіздің бағдарламаңыз бойынша, жаңағы схемалар бойынша, нақты бір сіз берген тапсырма бойынша құрала ма роботтар? Роботтарды негізі біз жоспар бойынша жүреміз, яғни белгілі бір. Алдымен робот жасаған кезде ол алдымен конструкциясы болу керек, одан кейін олардың сол белгілі бір әрекет істейтін программасын жасады. Яғни программасыз бұл ойыншық болып қалады да бұл роботтар. Соны үйретеміз біз. Ал арасында белгілі бір шығармашылық тапсырмалар береміз. Сен лифт құра, ешқандай инструкциясыз өзіңнің ойыңмен. Яғни лифт қалай жұмыс істейді, соның бәрін өзі ойланып, өз ойымен шығарып жасау керек. Біздің берген тапсырмаларымыз арқылы жасайды. Арасында кейбір сабақтарды бала өз таңдауымен оқиды. Яғни қандай робот жасағысы келеді, оны өзі таңдайды. Бірақ бұл 4 сабақта бір рет болады. Мысалға, мүмкіндігі шектеулі отбасынан шыққан жеткіншек болса, немесе сол жассыз ниеті бар баланың өзі мүмкіндігі шектеулі болса, сіздің мектебіңізде жалпы жеңілдіктер қаралған ба? Иә, жеңілдіктер қаралған. Негізі карантинге дейін мүмкіндігі шектеулі балалар үшін біз 50% жеңілдік қойғанбыз. Бірақ карантин болғаннан кейін бұл бізге ауыр болып кетті, қазіргі таңда 20% жеңілдік береміз. 20% жеңілдік бересіз. Ал нақты сандарға келетін болсақ, сумма бойынша қанша болады? Енді бізде бір курс 15 мың теңге тұрады, бір айлық курсы. Бір айлық курс 15 мың теңге тұрады. Бір курста оқушы өз бетімен робот құрастыруға мүмкіндігі бола ма? Бір курстың ұзақтығы бізде 3 ай болады. 3 ай ішінде жаңағы
конструкция түрлерін, червячный передача, жаңағы шестеренка арқылы жасалған передачалар, соның бәрін үйреніп шығады, қалай, қай жерде қандай передача болу керек. Сонымен қатар программалау негіздерін үйренеді, цикл қалай жасалады, датчиктермен жұмыс қалай жасалады, соларды қосуды үйренеді. 3 айлық курста тек қана негіздерін үйренеді, ал 3 айдан кейін оларды турнир, олимпиадаларға ары қарай дайындаймыз. Енді қазір бағдарламамыздың ең қызықты бір сәтіне келсек, өзіңізбен міне қарап тұрсам құрылғы алып келіпсіз. Осыны бізге қалай жұмыс істейтінін көрсетсеңіз, және ол не үшін? Жақсы, көрсетейін. Бұл құрылғыңызға келсек, бұл құрылғыны біздің 8 жастағы жоғарғы балалар жасайды. Бұндай роботтар бұны қосу үшін алдымен ортасына басамыз. Қазір шамамен қозғалысын көрсетіп берейін. Бүйтіп жоғары көтеруімізге болады. Оңға, солға бүйтіп. Ал үшінші үлкен двигателіңіз не қызмет атқарады? Астында тұрған үлкен двигатель бұл оңға, солға бұрады, көріп тұрғаныңыздай. Оңға, солға. Екінші двигателіңіз төмен жоғары. Мына двигатель төмен жоғары, былай. Ал мына двигатель болса, алдын ашып жабуға қолданады. Негізі бұл түрі қарапайым болғанмен негізі үлкен қызмет атқаратын браслет болып табылады бұл. Бұны 13 жастан жоғары балалар жасайды. Бұны таза тапсырыс бойынша жасаған балалар біздің орталығымызда. Және бұл браслет республика бойынша 2 рет бірінші орын иеленген браслет болып табылады. Бұл яғни зағип жандарға арналған арақашықтық туралы, кедергі дейін арақашықтық туралы кедергі мен екі ортадағы арақашықтықты ақпарат береді. Мысалы, артында батырмасы бар, қосып қоюға болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, егер кедергі алыста болса, вибрация беру арқылы жұмыс істейді. Кедергі жақындаған сайын жиі вибрация беру арқылы ақпарат береді кедергі жайлы. Бұл жобаны әлі де жетілдіріп жатырмыз, енді болашақта бұның көлемін кішірейтпекшіміз. Ыңғайлы болу үшін, иә, сағат тәріздес болатындай. Датчиктердің орнын ауыстырамыз, жан-жағына қойып тағы да көбірек болу үшін қызмет. Бұл роботтарыңыз керемет екен. Осы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өмірін жеңілдету үшін тағы қандай жобаларыңыз бар? Енді қазіргі таңда осы браслетіміз әрі қарай жетілдіру мақсатымыз болып тұр. Осының көлемін кішірейтіп, жаңа қосымша датчиктер, камералар қосып, осының өндіріске, яғни сатылымға шығарсақ па деген ой бар. Сонымен қатар осыған камера қосатын болсақ, көліктердің номерларын, автобустың номерларын оқитындай қылдырып, бір программа жазсақ деген ниетіміз бар тағы да. Робототехникаға деген жаңағы жалпы идеялар, ойлар, жаңағы мотивацияны қайдан аласыз? Негізі мотивацияны өте көп жерлерден аламын. Мысалы, видеолар қарау арқылы, сонымен қатар жаңағы ең негізгі мотивациям осы Қазақстанның робототехника саласын дамыту. Яғни Илон Маскты қарап көрсеңіз, ол мүлдем жаңағы ракеталар ұшырып жатыр. Олар мысалы басқа Япония, Америка сияқты мемлекетте жасай алғанда біз неге жасай алмаймыз деген сұрақ туындайды. Сонымен қатар менің мақсатым енді осы мектебімізді әрі қарай дамытып, франшиза ретінде алдымен Қазақстан бойынша толық филиалдарын ашып алсақ, болашақта осы шетелдерге шығу ойда бар. Қазақстан атын басқа да мемлекетке танысақ, нұр үстіне нұр болар еді. Жақсы, сол жолда сізге үлкен сәттілік тілейміз. Рахмет үлкен. Осы робототехникамен қызығатын жас жеткіншектерге өзіңіздің бір айтар тілегіңіз, кеңесіңіз болса? Айтар кеңесім, армандаңыздар. Адам жасаған адам жасай алады, басқа мемлекеттер жасай алса, біз де жасай аламыз. Неге біз жасай алмасқа? Ойдағы қиялды іске асырыңыз дейсіз ғой? Иә, әрине. Ең бастысы ойда тұр ғой. Егер мақсатына қарай адам ұмтылса, оған да жаңағы сәттілігі жолдас болып, оған ары қарай көмектеседі. Сондықтан да мақсатына ұмтылыңыздар дегім келеді барлығына. Жақсы, Дамир, рахмет. Осы Defacto FM радиосына және тыңдармандарына өз атыңыздан бір тілек айтсаңыз. Ең алдымен радиоларыңыз ашылғаны құтты болсын, көрермендеріңіз саны миллионнан ассын. Сонымен қатар әрбір тыңдарманға сіздердің ұжымдарыңызға тілерім, армандарыңыз орындалсын, жетістіктерге жете беріңіздер. Ешқандай қиындықтардан мойымаңыздар, тек қана алға. Бүгін бізде қонақта болған Future IT робототехника мектебінің негізін қалаушысы әрі жетекшісі Дамир Мұратұлы. Дамир Мұратұлы, студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзіңіздің робототехника саласында үлкен жетістіктерге жетуіңізді тілейміз. Әрқашанда
даму үстінде болыңыздар. Айтқаныңыз келсін, шақырғандарыңызға рахмет. Предложите новости для Де-факто FM по телефону 8 776 251 34 73.